Қашаған және жалпы Солтүстік Каспий жобасы ғасыр жобасы деген атқа ие. Қашаған ауа райының қолайсыздығына, теңіздегі күрделі экологиялық жағдайға, күкірт-сутегі мөлшерінің және қабат қысымының жоғары болуына байланысты саладағы әлем бойынша ең күрделі жобалардың бірі. Бұл өз кезегінде инновациялық, техникалық шешімдерді қолдануды талап етеді. Сонымен қатар, Солтүстік Каспий жобасы мұнай өндіру үшін бірегей технологияларды қолдана бастады. Бұған мысал ретінде теңіз операцияларын қолдау үшін таяз суға арналған маманданған флоттың қалыптасуын, сондай-ақ мұнай төгілуіне қарсы әрекет ететін экологиялық базаның құрылуын келтіруге болады. Еліміз үшін жобадан түсетін экономикалық пайда Солтүстік Каспий бойынша өнімді бөлу туралы келісіммен реттеледі. Оның ішінде өңірлерді дамыту мен инфрақұрылымдық және әлеуметтік жобаларды қолдау қарастырылған. NCUC компаниясы Атырау және Маңғыстау облысының халқына жан-жақты көмек көрсетеді. Әлеуметтік жобаларды жүзеге асыруға демеушілік танытып, бұл қаржы Атырау және Маңғыстау облыстарында инфрақұрылымды дамытуға, әлеуметтік жобаларды іске асыруға, оның ішінде мектеп, балабақша, спорт ғимараттары, жол, коммуналды желілер, атап айтсақ электр қуатын тарататын сумен және газбен қамтамасыз ететін желілер салуға бағытталды. Әлеуметтік нысандардың көбі шалғай ауылдарда салынды. Соның арқасында қара домалақ қазақтың балалары білім алып, жергілікті халыққа медициналық көмек көрсетіліп жатыр. Салауатты өмір салтын ұстанатындарға да жағдай жасалған. Қашаған бізге не берді? Біз 120 жылдан астам Қазақстанда мұнайды біз игеріп келе жатырмыз ғой. Алайда тек осы соңғы 30 жылдың ішінде біз теңізге шығып, қазір бірінші мұнайдың пайдасын көріп отырмыз. Барлық жоба қатысушыларына және NCUC компаниясына толағай табыс, тұрақты даму, барлық жақсылық тілеймін. Биіктен көріне беріңіздер. Рахмет.